Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлфия, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, әрі әдемі грек салатын дайындаймыз. Бұл салатқа мен брынза қосамын. Салат үшін 300 грамм алдым. Негізі брынзаның орнына басқа да сырдың түрлерін қоссаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп тураймын. Туралған брынзаны дайын тұрған ыдысқа саламын. Енді қиярды тураймын. Қиярды да 4 бұрышты етіп тураймын. Негізі өздеріңіз салатқа басқа да көкөністерді мөлшерлеп алсаңыздар болады. Мен бұл салатқа 2 кішірек қияр қостым. Қызанақ қосамын. Қызанақты да басқа көкөністер сияқты ірі 4 бұрышты етіп тураймын. Болгар бұрышын қосамын. Менде қызыл түсі, егер сіздерде басқа да түстері болса, түрлі түсті етіп бұрышты қоссаңыздар болады, сол кезде салатта ерекше әдемі болып шығады. Видеода көрсетілгендей бұрышты да 4 бұрышты етіп тураймын. Барлық көкөністерді турап, ыдысқа салдым. Енді жарты лимонның шырынын қосамын. 2 ас қасық зәйтүн майын. Аздап араластырам. Және бұл салатқа базилик қосамын. Базиликті өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен дәміне қарай қостым. Жақсылап салатты араластырамын. Дайын салатты тарелкаға әдемілеп саламын. Ол үшін тарелкаға салаттың жапырақтарын қоямын. Және осы жапырақтың үстіне қазір салатты саламын. Сол кезде салатымыз ерекше әдемі болып шығады. Барлық салатты салып болғаннан кейін артынан мен оливке қосамын. Оливкиді сол қалпында қосып жатады салатқа, бірақ мен ортасын кесіп салғанды ұнатамын. Осылай ортасын кесіп саламын. Салат толығымен дайын болды. Осы грек салатын жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.